Жетістіктерге қысқаша тоқталып кететін болсақ, біздерде өткен шақ және осы шақ және бұйрық шақ бар. Өткен шақ біздерде мады деп аталады. Бұл жерде мысалға дороба деген сөзді алсақ, ұрды деген сөз, мысалға ол кеше болуы мүмкін, болмаса бір жыл бұрын болуы мүмкін. Бұл болашақта болған жетістік. Екіншісі біздерде мудори. Бұл жерде біздерде осы шақ ядрибу, ұрып жатыр. Я болмаса болашақты білдіреді, ұрады деген. Және де бұйрық шақ, ұр, идриб деп айтасыз. Сол секілді біздерде жәләсә, яжлису, иджлис. Отырды, отырып жатыр, отыр. Және де зәһәбә, езһәбу, изһәб. Барды, барып жатыр, болмаса бара жатыр, барады. Және де әмірі бар. Және де соңғы біздерде маздар деген сөздің түбірі, мысалға зәһәбә, езһәбу, изһәб деп болашақты және де осы шақты әмір жағын айтсақ, енді біздерде маздар сөздің түбірі. Зәһәбун және де жәләсә, яжлису, иджлис, жүлус деген біздерде маздар. Және де дороба, ядрибу, идриб, дорбун біздерде маздар. Ұру деген. Бұл уақытқа ешқандай қатысы жоқ. Ходама, яхдиму, ихдим, хидматун, қызмет қылу. Қорроба, юқоррибу, қорриб, тақрибун, жақындастыру, құрбан ету. Хофа, яхофу, хоф, хоуфун, қорқу. Нәуә, януи, инуи, ниятун, ниет ету. Том әнә, ютом ину, том ин, том әнәтун, жұбату. Бәшшара, юбәшширу, бәшшир, бушро, хабармен сүйіншілеу. Шаара, яш'уру, уш'ур, шу'урун, сезу. Тәәлләмә, ятәәлләму, тәәлләм, тәәллумун, қиналу. Тәнәффәсә, ятәнәффәсу, тәнәффәс, тәнәффусун, тыныс алу. Қоса, яқису, қис, қиясун, өлшеу. Асаба, юсибу, асиб, исабатун, душар болу. Имтана'a, ямтани'у, имтани', имтинa'ун, тыйым салыну. Истараха, ястариху, истарих, истирахатун, демалу. Та'iба, ят'абу, ит'аб, та'бун, шаршау. Интазама, янтазиму, интазим, интизамун, реттелу. Шафа, яшфи, ишфи, шифаун, емдеу. Мәраса, юмәрису, мәрис, мумәрасатун, шұғылдану. Роқада, ярқуду, урқуд, руқадун, юқтау. Кәна, якуну, күн, кәунун, бар болу, болу. Хадаса, яхдусу, ухдус, худусун, болып қалу. Дәл осы мысалдағыдай дәптерлеріңізге көшіріп жазып алыңыздар.